Сәлем достар, оңай әрі тез дайындалатын ерекше тағам дайындаймыз. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Керекті заттардың барлығын описанияға жазып қоямын. Тартылған етке жақсылап жуылған күрішті саламыз. Пияз, жұмыртқаның сарысын, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Барлығын домалақтатып шығамыз. Картопты осылай жұқа етіп турап аламыз. Картопты бөлек ыдысқа үстінен тұз, бұрыш, сұйық май қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл тағамды табаға пісірсеңіздер де болады. Мен пешке пісіремін. Осындай формаға сұйық майды жағып аламыз және домалақтатқан фарштарымызды осылай қойып шығамыз. Жанына картоптарымызды тығыздап осылай қойып шығамыз. Үстінен подлива құятын боламын. Ыстық суға томат пастасын, дәміне қарай тұз, бұрыш, және бір ас қасық ұн қосып жіберемін. Жақсылап араластырып, үстінен құйып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште толықтай еті мен картобы жұмсарғанша пісіріп аламыз. Шамамен 45 минуттай. Ірімшікті үккіштен өткізіп аламын. Және дайын болуға 5 минут қалған кезде үстіне сеуіп жіберіп, тағы 5 минут пісіретін боламын. Мінекей тағамымыз дайын болды. Дәмді әрі тез жасалатын тағамдардың түрі. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Егер де менің рецептіммен жасап жатсаңыздар, міндетті түрде комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға ас болсын, сіздермен болған Айжан.